Құрметті сайлаушылар, мен Ермекбай Бейбіт 9-А сынып оқушымын. Және де сонымен қатар президентке үміткерлердің бірімін. Презентация бастамай тұрып, мен сіздерге ресми мәлімдеймін, уәде беремін. Және де әрбір ереженің орындауына кепілдік беремін. Менің мақсатым мектепті сіздерге жағымды және ыңғайлы ету. Сонымен қоса, биылғы келген оқушылардың белсенділігін арттыру үшін біздің мектепке жаңадан көшбасшы керек. Мектеп президенті ретінде мен мектепке көптеген өзгерістер орнатқым келеді. Себебі біздің мектеп ең жақсыға лайық. Мен 9 жылдық үздік оқушы ретінде үлгерімі төмен оқушыларға арнайы комитет құрамын. Барлық пәндерге және ғылыми жұмыстарға көмектесе аламын. Потому что у тебя их нет. Да не хочу я усы. А что хочешь? Кудрявую челку? Майку без пятна? Ал оқушылардың демалыс күндеріне байланысты, мен оқушылары демалыс күндері мұз сарайына, ролик теуге, кинотеатрға, саябаққа және тағы да басқа саяхаттауға және демалуға болатын жерлерге апаруды ұйымдастыра аламын. Нормальный характер. Егер де мен президент болсам, Шолпан Марыққызы сияқты ақылды шешімдер қабылдар едім. Және мектепті заманауи түрде дамытып, жаңа ойлар салуға тырысамын. Әрбір іс-шараға белсенді атсалысамын. Егер ең мықты көшбасшыны таңдаған келсе, мені таңда.